Бүгін Оразбек болдық. Сазгерге басқасы басқа Шәке. Осы сағынышқа арнап шығарған әңгімеңіз керемет шыққан. Бірақ мұны түсіну үшін қарапайым қазақ қызынан гөрі Ораке. Неге сіздің осылай орағып кетесіңіз бе? Ол әнді сезім үшін сіз алдымен сағынышқа менің көзімнен қараңыз. Жәке көзіңізді шыл, сағынышқа қарай керек. Көзге салу уақыт еді. Сол 1989 жыл болса керек. Ауа салқын тарытып, күн қысқара бастаған. Сағат 10 деген өмесінде қас қарайып қалады. Телефон шыр етті. Алло? Алло, Рыстай, кеш жарық. Кешке мазаңдап кешіп өтті. Бұл мен Шәмшімін ғой. Шәке, ассаламағалейкум. Уағалейкум сәлем. Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Айтсам, білесіңдер. Қасымда сағыныш бар. Сағыныш? Иә, сағыныш. Немене? Ондай ақ естілеп берін, шошып кеттім ғой. Иә, тыңдатым, айта қойыңыз. Айтсам, сол сағыныш бүгін түнгі екілерде Бишкекке аттанады. Қазір сағат 10. Сонда аттай 4 сағат уақыт бар. Мен мұны неге айтып тұрмын білесіңдер? Неге? Сол 4 сағаттық уақытта сағыныштың қасынан табылу мен үшін 4 сағаттық уақытты 4 жылға ұзартып қалдыр. Соны айтып қалдырмын. Ой, Шәке, сізді айтасыз ау. 4 жыл деген аз болар. 40 жыл деп айтсаңыз, 40 жыл. Ай, Рыстай, мен өз жүрегімнің күшін